қою тұманның арасына кіріп кетеді екенсің. Обороттан 3 есеге шықтық. Одан да жоғары нәрсе қойсаң, ақшаның өзі келетіндігі бер екен. Мысалға, не үйрендік деп бағана сұрап жатырық. Енді осы 3 күнде не үйрендің десе, бақытты болуды үйрендім дейді. 2 сағатта 15 миллион аборт жасап, ол еще өздері отчетін жіберіп, міне біз Испанға кетіп қалдық да. Жүздеген идея шықты. Жүздеген идея жүр. Кәсіпкерлердің қателігі, олар өзінің сотруднигіне адам деп қарамайды. Ассалаумағалейкум достар, біздің ютубтағы кезекті тәжірибе алмасу сұхбатымыз. Мен всегда айтамын ғой, ең соңғы күлген адамның күлкісі жақсы дейді. Бүгінгі сұхбат бір ерекше сұхбат болайын деп тұр. Неге? Өйткені осыдан дәл 1 жыл бұрын, дәл 1 жыл бұрын осы Қызылордаға келіп, Айдос мырзаның Әл-Баракат компаниясына кіріп, 2 ай бойы сүңгіп, жүйелеп, еще мен Инстаграмда көп айтамын ғой, ең рекорд жасаған компания, қай компания жүйелеп үлгердің деген кезде 3 күнде жүйеледік дейтін. Осы Айдос деген бауырлымыз. Өздеріңіз енді бүгін өз аузынан естисіздер, жаңа мен сырттан айтып жүремін. Енді міне Айдос, қош келдіңіз. Рахмет көп-көп, осылай құрметтеп, жаңағы көшеде көрсем аға деп құрметтейсің, жұмысқа келсең ұстаз деп құрметтейсің. Әйтеуір Алла разы болсын. Жаңағыдай әрбір бизнесменді мен бір талдың бір өскенінде көремін ғой. Жаңағыдай жемісін беріп жатқан кезде мен қуанамын да. Кей кезде жеміс бермей қалса мен қиналып сол жақтан отырып қаламын. Вот өзің таныстырып, кішкене біздің аудиторияға. Менің есімім Айдос. Қызылорда қаласының тумасымын. 2011-ден бастап кәсіптеміз. Ет саласында, одан кейін осы кәсіптің айналасына жүріп 2015-те дистрибьюторс компаниямыз аштық. Осы отандық өнімдерді Қызылорда облысында азық-түлік дүкендеріне тарату. Енді бірінші кезде, кәсіп ашқан кезде еш нәрсені ойламайсың ғой. Бар ойлайтының осы жүрсе, осы дөңгеленіп кетсе, самое главное, жұмысшыларыма қарыз болып қалмасам деген сияқты сондай ғана ой болады. Кейін кәсіп өсіп, үлкейіп, дамып бастаған кезде қою тұманның арасына кіріп кетеді екенсің. Өзің аяғыңды көре алмай қалып жүріп жатқан деген сияқты. Бірінші кезде мынаумен ойлағаным деп қаласың. Бұл жерде енді собственник болғаннан кейін кәсіпмен собственник деп айтады, основатель айтады. Үлкен ағалардың әңгімелері де бар. Собственниктің геморройы, ауыртпашылығы, мынау крышадан бастап полға дейін не болып жатқанын біліп отыру керексің дейді. Оның үстіне жаңа өзің әріптестерінің жаңағы несін тексеріп отырасың, давлениесін тексеріп отырасың, қысымын тексеріп отырасың деген сияқты. Бұның барлығын ұстап отыру негізінде біздің дәстүрлі бизнеспен қиындау болып келді шыны. Осының шешімі қалай болады? Енді заблуждениеде жүргеннен кейін, тұманнан сейілгің келеді ғой. Бір жазыққа шығып деген сияқты, үлкен скор салғың келеді, бірақ көптеген кедергілер болады деген сияқты. Сол аралықта алдыңғы жылы дәл осы уақытта біз сізбен өзіңізбен компанияға сіздің өзіңіздің білікті жаңағы беріп жүрген сабағыңызбен сол системаны қойдық қой, Алланың қалауымен. Содан ровно 1 жыл уақыт өтті. Қазір бізде сол кезде компанияның обороттан 3 есеге шықтық, Алланың қалауымен. Алла разы болсын. Еще прибыль айтса. Еще пайдаға шықтық. Пайдаға жалғыз, бұл жерде қызығы, пайдаға жалғыз мен шыққан жоқпын. Менің барлық қазір кезінде жұмысшыларым деп айтатын болсақ, барлық партнерларымыз шықты. При этом барлығы довольны. При этом өздеріне ұнайтын, сондай өздері жүздеген скороспен жүре ме, қастарына жүздеген скороспен жүретін адамдар жинап алуы, өздерінің самостоятельно қозғалуы, әшейінде офиске жақындатып кіргізе алмайтын адамдардың самостоятельно өздері офисте жиналулары мысалға да. Осының барлығы кәсіпкердің негізі арманы ғой деп ойлаймын енді. Жаңағы өзінің жасап жатқан пайдасын прозрачно көре алуы. Секунд-секундпен. Сонымен қоса жұмысшыларында қасында партнерларында довольны болып, өзінің доляларын алып жатқан доляларына көңілдер толып жүруі. Аллаға шүкір, қазір 1 жыл уақыт өтті. 1 жылдан бері мен де негізінде компанияға келмей жүріп кеше осы келіп тағы да бір Алланың қалауымен бәкеңді корпоративке өзіне шақырып, бәкең Аллаға шүкір және бір нені ашып берді ғой жаңағыда. Ең бір мамандықты. Тағы бір
неге көтердік деңгейге көтердік. Мысалға негізі көп жағдайда басшылар мен жұмысшылардың арасында үлкен бір перде бар да, көрінбейтін. Стена деп айтамыз ба мысалға да. Ойбай, оған айту үшін через анау арқылы шығу керек, через мынау арқылы шығу керек, оны біз тыңдай ма тыңдамай ма деген сияқты. Ал негізі жалпы собственник үшін не қымбат деген кезде олардың жұмысшылары онымен санасуы. Ойын айта білуі. Ойын айта білуі ашық. Олардан куча ұсыныстың түсуі, көптеген ұсыныстардың түсуі, компанияны дамытатын жолдарын, өйткені ол мысалға мен өзім операционкада жоқ болғаннан кейін тас түскен жеріне ауыр дейді. Мен оның аяғына батып жатқан тасты білмеймін мысалға да. Не болып жатқан? Ол айтады, мен аяғыма батып жатыр, мен мына жерде 200 деген скорость ұстағым келеді, бірақ осындай кедергілерде мен алға шыға алмай жатырмын десе, бұл жерде осындай еркіндік, шынайылық, ашықтық болған жағдайда мәселе шешіледі. Шешімін табылады және ары қарай алға жылжу болады да. Сондықтан да бізде Аллаға шүкір қазір осы айтып жатқан сипаттардың барлығы бар команда. Аллаға шүкір. Бүгін тем более біз 3 күн компаниямен, командамен жұмыс жасап, тағы да бір үлкен деңгейге көштік. 10 жылдық стратегия сызылды. 10 жылдық стратегия сызылды. Және іште бізде лидерге лайықты деген тұлғалар анықталды. Мысалға да. Қайғалан ашатын көре бастадыңыз. Оказывается, өзіміздің қасымызда жүрген адамдардың потенциалдарын дұрыс білмейді екенбіз. Мысалға, олардың тағдырына да үңіліп қарамағанбыз деген сияқты. Сырлас көрмегенбіз. Сырлас көрмегенбіз деген сияқты. Осындай бір үлкен бір құны жоқ дүниелер ғой негізі. Адам мен адам болып қалу, ақшаның бірінші орында емес екенін түсіну, құндылықты одан да жоғары нәрсеге қойсаң, ақшаның өзі келетіндігі берекен. Мысалға, не үйрендік деп бағана сұрап жатырық енді. Осы 3 күнде не үйрендің десе, бақытты болуды үйрендім дейді. Қалай бақытты боласың десе, ешкімге обида ұстамау керек екен дейді. Адам болып қалуым керек екен. Адамдарға адам деп қарауым керек екен. Шынайы болу керек екен. Мысалға. Бұның барлығы мен ойлаймын енді бұл ары қарай үлкен жеміс береді деп ше мысалға. Кешегі жемістің өзі кеше 2 сағатта 15 миллион оборот жасады телефонмен. Одан артық не керек? 2 сағатта 15 миллион оборот жасап, ол еще өздері отчетін жіберіп, міне біз осыған жеттік. Ол жерде жалғыз обороттан айтып өте алмайсың да, ол жерде уақытқа олардың санасуы, сол біз белген регламенттің ішіне кіріп, соған үлгеріп жасауы. Ол жерде енді чатта мен отырмын, сіз жоқсыз, ана жерде жазып отыр. Кімде жетпей қалды, маған айтыңдар, мен өзім ертең ұрып алып болса да апарып сатып келемін деген сияқты. То есть командовый игрок деген нәрсені уже не только ауызбен айту, бойына сіңіре алды деген сияқты. Сондай бір өзінде адамның негізінде өзінде бар қасиеттер ғой бұның барлығы. Просто андай күнде таңның атысы, күннің батысы, таңның атысы, күннің батысы болып жаңағыдай бір рутинада жүргеннен кейін осындай өзінде қабілеттерге мән бермеу арқылы өзімен жұмыс жасамай қояды да адамдар. Ал негізі Аллах Тағала бізді өте жаңағыдай керемет қылып жаратқан ғой, барлығына способный етіп ше, мысалы лидер қылып барлығымызды. Сондықтан да жаңағы осындай жиі бас қосулар, жиі сырласулар, олармен жиі бір нәрсені талқылау, мысалы бағана бір кішкентай тақырыпты 2 адам отырып или 1 адам отырып жазған кезде 2-ақ нәрсе шығардық. Команда болып жазған кезде аспанға кетіп қалдық да. 100 деген идея шықты. 100 деген идея жүр. Ана жерде нереально деп оларды даже сенгізе алмайсың. Мысалға да. Реально. Біткенде береке бар. Сондықтан да Аллаға шүкір осындай бұл жүйенің негізі өзі көп түсінбейді. Жаңада бағанада айтып жатырмын ғой, мен былайынша компанияның ішіне кіріп қолмен ұстап жүгіріп былайынан көмектесе алады екенмін да. Енді оны қалай елге айтасың деген кезде мен түсінбейді екен. Кейіннен қарап отырсам, бұл менің қай жақтан шықты деп ана күні несетін болсам, бұл лин технология деген да. Біздің қойып жүрген жұмысымыз бұл лин технология. Яғни лин деген не деген сөз? Жаңағыны орыстардың тілімен тощий, худой, без жира дейді. Мысалы, всегда айтамын да, компанияда эффективность немесе бір прибыль шығаратын бір-ақ нәрсе деймін да. Бүкіл процесстерді упростить ету. Мысалға, қарап отырсаңыздар, мысалға, япондық технология бар, американдық технология бар. Япондықтар айтады, бізге адамдарды выращивать ету керек дейді. Дайындау керек. Американдықтар айтады, бізде оған уақыт жоқ, адамдарды сатып алуымыз керек дейді.
Енді қараңыз да, ол не деген сөз? Мысалға, егер де сіз 1 миллион мен 10 миллион арасында ақша тапқыңыз келсе, онда командада сотрудник ұстаңыз. Ал енді 100 миллион мен миллиард, 2 миллиард, 5 миллиард уже масштабқа шыққыңыз келсе, онда сіз өзіңіз бизнеске өтіңіз де предпринимательдерге көңіл аударыңыз. Біз мысалға қазір Айдостың жұмысында не істедік? Мысалға біз келген кезде 20 шақты адам сотрудник болатын болса, біз 30 предприниматель алдық. Қазір мысалға әрқайсысы бізге айтады да, наоборот, мынаны істейміз, мынаны істейміз. Енді қараңыздар, 1 жылдың ішінде, мысалға біз кірген кезде, анау финансист 3 ай аналитика жасап келген кезде бізде 6 айдың ішінде сонша минус шығарып берді. Біз не істедік? 3 күннің ішінде орнына қойдық та, 2 айдың ішінде корректор жасаған кезде уже компания бірден скачок шығарып, еще прибыльмен бірге оборот өсіп кетті да. Енді қарасаңыз, қазір 1 жыл уақыт өтіпті. 1 жылдан кейін біз жаңағы ана Айдос өзі бір всегда мен ана новый жолға өзі салып жібере береді. Былтырда 3 күнде рекорд жасайтын болсақ, жүйелеуді. Биыл алда мен корпоративмен сіздің біліміңіз керек деп, Алланың қалауымен 3 күн өтіп, енді қарасаңыз, мысалға қазір командандай бір дейді. Жаңа мен всегда айтамын ғой, 99% кәсіпкерлердің қателігі, олар өзінің сотруднигіне адам деп қарамайды. Ең қиын сол да, мысалы қазір келеді, поставщик келеді, маған там мынандай скидка беремін, маған мынандай объем жасасаң десе, ол кредит алса да, поставщик ақша тауып береді. Сөйтеді, клиентке айтады, сен мынандай не затыңды аламын, егер маған скидка беремін десең, клиентке бүкіл жағдайын жасайды да. Енді қасына келеді, сотруднигі айтады, аға мен там үйде кредитін жауып жатырмын, мамама ауруын емдемей жатырмын, маған айлығым көтерді өсіп қалады. Сен жынсың ба, неге айлық сұрап тұрсың деп ше. До такой степени біздің кәсіпкерлердің, Қазақстандағы кәсіпкерлердің бір үлкен бір індет дейміз ба, ол өзінің сотруднигін адам сияқты қарамайды да. Мен осы жерге қатты қынжыламын да, осы жерден қатты не істеймін. Мысалы мен бірінші кезде кірген кезде көп компанияға айтады, ой, мен үйін әперіп жатырмын, машинасын әперіп жатырмын деп әңгіме айтады. Но бірақ действительности мынау жүйелі түрде осының бәрін берейік деген кезде, олар кәдімгідей грубо говоря боттарына жеп қояды ғой, духтар жетпейді. Міне Айдосқа бір риза болатыным, ол келді, аға, сіз не айтсаңыз, мен соны істейміз деді. Біз Алланың қалауымен береке содан кетті да, мысалға. Енді міне осының қалауымен қазір осы кезде біз 1 жылдың ішінде 3 есе компанияны өсіріп, табысында, оборотында өсіріп қойған болсақ, таза табысын, и команданы қалай сплошенный қылып қойдық. Енді уже Құдай қаласа осы кезде масштабқа дайындалып жатырмыз да. Жаңағыдай әйтеуір, мен всегда бір минусым бар деймін ғой мен. Жаңағыда бір жұмысқа кіргеннен кейін аға іні дос болып қаламыз деп. Алланың қалауымен міне осындай жолдарда келе жатырмыз достар. Достар, бұл каналдар не үшін шығарып жатырмын? Көбісі жаңағыдай мен сыртынан қарайды да, мысалға, енді қазақпыз ғой, енді әңгіме айтатын көрдім, өзі не істеп жүр, ол не істеп жүр, қалай қойып жүр деп. Міне Айдос сияқты, мысалы ана күні Маратты көрсеттім, сол сияқты жігіттерді көздеріңіздің алдына әкеп көрсетіп, міне қандай жұмыс істеп жатқандарын көрсету мақсатында, сіздерге кішкене болса да үміт беру мақсатында, мысалға компанияны жетілдіру, ол математика мен физикадан тұрмайды. Математика мен физикадан тұратын болса, біз бәріміз бай болатын. Бәріміз бай болатын. Ал енді компанияны жетілдірудің бірден бір мақсаты, ол адамдарға деген забота дейді ғой. Болды. Мен Айдостан сол нәрсені көрдім де болды. Ол бітті. Уже қазір мысалға әр сотрудник келесі комнатта олар біз обед жүрдік бірге сотрудниктермен. Аналардың әрқайсысына барсаң, сізге қазір қандай нелерді айтып береді, Айдостан қандай адам. Өйткені неге? Бұл кісінің өзінің командасына деген құрметі сондай да. Сотрудник қарамайды, уборщица қарамайды, команда деп қарайды. Менің адам, менің бауырларым деп қарайды да. Сондықтан да достар, бизнес ол адамнан тұрады. Адам болмаса ол бизнес жоқ. Мысалға біздер анау жылдың басында емес пе, неге барып келдік? Российский компанияға барып келдік. Үлкен компания, бір компанияның продуктовый магазин айтпақшы. Продуктовый магазин, бір компанияның состояниясы, бір Алматы қаласын алатын болсақ, бүкіл кәсіпкерлерді қосқан сол бір компанияның состояниясына жетпейді. Өткенде бір айда 2 триллион рубль оборот жасайды ona компания. Еще бұл жүйені Netflix деген компания жүйеге қойған. Олар 2016-та осы жүйені қойып, 1 жыл ішінде әлемдік деңгейден бірінші орынға шығып кеткен да. Бір әлемдік деңгейден. Енді қараңыздар, осы жүйені біздер алдықта 5-ақ адаммен қазір Қытайдың ортасынан жарып тұрып, жалғыз қазақпыз айтпақшы. Жалғыз қазақпыз. Анау не Дунган жоқ орда, не қазақтың оралмандар жоқ. Мен өзім бар жалғыз қазақ бір магазин ашылды онарда алғасында. Енді осы кезде осы жүйе енді қалай жұмыс істемейді деп айтамайсың да. Қанша адам мен мысалға кірген кезде
мен ана сотрудниктердің ана командасының көз жанарларына қарап мен жүрегім ауырады. Мен кеткеннен аналар кәдімгідей Бақтияр аға сіз кетпей ақ қойыңызшы деп жылайды. Мен Алматыда болған. Бақтияр аға біз қорқып жатырмыз, сіз кеткеннен кейін бастығымыз баяғы әніне салып бізге қарамай қоя ма деп ше. Ананы көрген кезде ана компанияда кеткім келмей қалады да. Өйткені адамдар үшін қалып қойғым келді. Мысалы қазір осы ертең Алматыдан түсем ба, мен тоже бір жыл бұрын қойған жүйедегі кісілер звондап Бақтияр аға біздің командаға сіздің шамалы энергияңыз жетпей тұрып шаршап қалдық деп ше. Өйткені бастықтар шаршатып жібереді да адамды. Адам сияқты қарамайды ғой. Жаңа мысалға ол сияқты отбасыда көп адам, қазір біз 80-90% отбасыда бақытсыз ғой. Неге? Потому что әйеліне құрмет жоқ, балдарына құрмет жоқ, күйеуіне құрмет жоқ, әкесіне құрмет жоқ та. Осы нәрсе жаңағы елімді түзегің келсе бесігінен баста дейді ғой. Осы нәрсе бүкіл командаға, компанияға влиять етіп жатыр да. Сондықтан да достар, менің артық жерім жоқ. Мен бар болғаны 2-3 білімімді алып өз кәсібіме ендіріп көрдім. Ауылдан жаңағы Қызылорда бірінші бала едік, Алматыда төріне кірдік. Алан қалаумен қазір Қытайға кірдік. Осы жүйені алдық та осындай жаңа Айдос сияқты бауырларымызға келіп ендірдік. Ол кісілерден результатын көріп отырғаннан кейін енді бар болғаны, мысалға сіздер көзбен естіп, осындай Айдостың өз аузынан естісен деген мақсатпен сіздердің YouTube каналға шығып отырмыз. Асып жатқан ештеңеміз жоқ. Бар болғаны біздер бір нәрсені түсіндік. Бизнес ол адам екенін түсіндік. Ал енді ол адамға адам деп қараған күннен бастап берекені ол өзі әкеліп береді екен да. Болды, басқа ештеңе жоқ. Сондықтан да достар, еркіндік керек адамдарға. Қазіргі адамдар еркіндікті қалайды. Интернет ашық тұр. Мысалы айтамын ғой, поколение Z дейміз, біздің поколение, біз екі ортада гермафродит болып қалып қойғанбыз да жаңа Совет өкіметіне. Енді қарап отырсаң, Совет өкіметі не деді? Анау болмайды, мынау болмайды. Оны даже біздің аталарымыз намаз тығылып оқыған ғой. Былайынша қарасаң. Ал енді қазір поколение Z дейді, жастар. Олар өте нәзік келді, сен балаңды ұрып жұмсап көр, айқайлап көр, қазір бірден ауырып қалады да. Бізді ұрмаса жұмсай алмайтын еді. Неге? Өйткені әр этаптың өзінің культурасы бар. Енді біздің поколение екі ортада қалып қойдық та. Ең дұрыс емес екенін білеміз. Енді чем быстрее біз мына жаққа қарай өтеміз, адамға адам деп қараймыз, бүкіл нәрсеге сезімталмен қараймыз, бүкіл нәрсеге басқаша көзқараспен қарап, кәдімгідей бөлісіп бастаған кезде біздің компаниямыз алдыға жылжиды. Айдос бір-ақ нәрсені істеді. Аналарға адам деп қарады да, өзінің ақшасымен бөлісті. Егер де сен ұзаққа шаққың келсе, бөлісуді үйрен. Ал енді жоқ, мен осы қалада ауылдың бірінші адамы боламын десең, пожалуйста, онда да өмір сүре берсін. Но бірақ түсінді, технология қатты өзгеріп жатыр. Қатты өзгеріп жатыр технология. Мысалға біз 2020-ға дейін доллармен арпалысатын едік. Доллар көтерілді, доллар түсті деп. Енді 2020-дан былай қарай қазір товармен арпалысасың. Қазір қараңыз, сіздің бүгінгі әкелген товарыңыз, сен 10 күннің ішінде, бір аптаның ішінде сатып үлгермесең, ол товардың 2 есе бағасы түсіп кетеді. Біз жаңа Қытайда жұмыс ғой қазір. Мысалға бірінші келген товар 1000 теңгеге келеді да. Бір айдан кейін оны 300 теңгеге сатып атады ана жақта. Ана жақта 100 теңгеге түсіп кеткен. Неге? Қазір енді товардың ойыны басталды да. Біздің қазақтарда тағы да Қазақстан бизнесімен тағы бір індет бар. Қорқынышпен бизнес жүреді, жасайды ғой. Ол қалай? Складты толтырып тастайды да 2 ай 3 айға. Сөйтеді де не келесі товар алуға ақшасы жоқ, не ана товарды өтетін еш жоқ. Өйткені басқа товар кіргенде демпингпен бағаны лақтырып тастаған да. Мен сол үшін айтып жатырмын да, достар, былайынша алған кезде біздер даже бұның шешімін басқаша жолмен таптық. Мен бірінші кезде 120 компанияға кіріп шықтым, Айдос сен сияқты. Соның ішінен бәрін аралап келген қараңызда түсіндім, что оказывается оларға еще заводпен көмектесу керек деген мақсатпен біз Қытайды да аштық. Қытайдағы басты мақсатымыз не? Мысалға қазір біздер былай ойлаймыз, заводқа шығу үшін маған үлкен объем істеу керек дейді. Немесе қанша ақша керек, инвестиция керек, не керек. Мен айтамын, жоқ, сенің 1 миллионың болсын, 3 миллионың болсын, маған Қытайға дейін бар, сонда мен саған заводтан прямой контрактын алып қана қоймай, мына жақ әкеп берумен дейін көмектесемін деп жатырмын да. Өйткені неге? Мен түсіндім да, что вот қазір біз от завода до потребителя ортада посредник талдасамасақ, біздің қалтамыз төмендей береді, өйткені маржа түсіп кете береді да. Сондықтан да достар, асып тасып жатқан ештеңеміз жоқ. Бар болғаны өзіміздің тәжірибемізді іс жүзінде ішіне кіріп жұмыс істетіп жатырмын. Мен всегда айтамын, ақыл айтқан ең оңай деймін. Енді айтқан ақылымды істеп беру екінің бірінің қолынан келмейді. Енді Алланың қалауымен сондай қабілет берді. Мен ақыл айта алмаймын, но бірақ жұмыс істете аламын да.
Сондықтан да Айдосжан, сізге Алла разы болсын. Осылай сеніп, аға деп, бауыр деп, жаңағыдай ортада ұстап, құрметтеп, әрдайым менің құрметімді көтеріп жүресің. Жаңағыдай бір ауыз рахмет деген сөздің өзі бізді қалай өсіреді. Сізге Алла разы болсын. Рахмет көп. Мынандай уже 1 жыл болса да біз сонша жолдан өтіп, тағы да ағажан, менің енді командама сен көмегің керек тұр деп, менен көмек сұрап, бірге келіп, міне 10-да өйтер Алланың қалауымен атқарып шықтық бүгін міне. Қаншама адамның алғысын алдыңыз өзіңіз. Бізде енді эмоция басқаша болды бүгін, Негізі анау қасыңдағы командаң саған шынайы келіп рахмет деп айтып атқан керемет емес пе? Алла разы болсын, Айдосжан. Сіздерге де достар, Алла разы болсын. Бұл YouTube канал бар болғаны өзіміздің тәжірибемен алмасып отырып, живой тәжірибені көрсету. Асып тасып атқан ештеңеміз жоқ. Айдосқа бірінші келген кезде біз екеуміз минуспен кірдік компаниясына. 1 айдың ішінде плюске шығардық, 1 жылдан кейін 3 есе көтеріп тастадық. Прибыль, оборот 3 плюс. Қазір 3 қалаға масштабқа шығайын деп жатыр. Бәрі Алланың қалауы. Сіздерге де нәсіп етсін. Рахмет.